Құрметті достар, біз бүгін Құлқош Ахмет Яссауи бабамыздың екінші хикметін оқитын боламыз. Бұл хикметті естіп тыңдаған адам үлкен рухани азығалары сөзсіз. Сол себептен бізбен бірге болыңыз. Екінші хикмет. Ей достар, құлақ салың айтарыма, не себептен 63-те кірдім жерге. Миғраж үсті Хақ Мұстафа рухым көрді, сол себептен 63-те кірдім жерге. Хақ Мұстафа Жебрейілден қылды сауал, бұл қандай рух тәнге кірмей тапты кемел, көзі жасты халыққа басты боя хилал, сол себептен 63-те кірдім жерге. Жебрейіл айтты, үмбет іші сізге бер хақ, көкке шығып періштелерден алар сабақ, наласына нала қылар 7-ші табақ, сол себептен 63-те кірдім жерге. Перзентім деп Хақ Мұстафа қылды кәлем, содан кейін барша аруақ қылды сәлем, рахмет дария толып тас деп берді паям, сол себептен 63-те кірдім жерге. Рахым ішінде пайда болдым, дауыс келді, зікір айт деді, денелерім дірілдеді. Перзентім деп Хақ Мұстафа үлес берді, сол себептен 63-те кірдім жерге. 400 жылдан кейін шығып үмбет болғай, неше жылдар жүріп халыққа жол көрсеткей. 14 мың мүждәһиттер қызмет қылғай, сол себептен 63-те кірдім жерге. 9 ай 9 күнде жерге түстім, 9 сағат тұра алмадым, көкке ұштым. Аршы күрсі соңын барып қоштым, сол себептен 63-те кірдім жерге. Арш үстінде намаз оқып тізем бүктім, сырымды айтып хаққа қарап жасым төктім. Жалған ғашық, жалған сопы көрдім сөктім, сол себептен 63-те кірдім жерге. Жаннан кешпей ху-ху деген бәрі жалған, бұл жалтақтан сұрамың сауал жолда қалған. Хақты тапқан өзі пенхан, сөзі пенхан, сол себептен 63-те кірдім жерге. 1 жасымда аруақ маған үлес берді, 2 жаста пайғамбарлар келіп көрді. 3 жасымда шілтен келіп хәлімді сұрады, сол себептен 63-те кірдім жерге. 4 жасымда Хақ Мұстафа берді құрма, жол көрсеттім, жолға кірді неше гүмірі. Қайда барсам қазір бабам маған хәмірі, сол себептен 63-те кірдім жерге. 5 жасымда белім байлап тағат қылдым, нәпіл ораза тұтып әдет қылдым. Күндіз түні зікірін айтып әдет қылдым, сол себептен 63-те кірдім жерге. 6 жаста тұрмай қаштым халайықтан, көкке шығып дәрс үйрендім мәләйіктен. Арқан кесіп барша әхлі алайық дейін, сол себептен 63-те кірдім жерге. 7 жаста арыстан бабам іздеп тапты, әр сыр көріп пәрдә бірлә бүркеп жатты. Бихәмдилля көрдім деді, ізімді өпті, сол себептен 63-те кірдім жерге. Қабыз келіп арслан бабам жанын алды, хорлар келіп жібек тоннан кебін қылды. 70 мың періштелер жылап келді, сол себептен 63-те кірдім жерге. Жаназасын оқып жерден көтерді, бір мұрсатта жұмақ ішіне жеткізді. Рухын алып илинге кіргізді,
сол себептен 63-те кірдім жерге. Алла жер астында отан қылды, мүңкір нәңкірмен Раббық деп сұрады. Арслан бабам исламнан баян қылды, сол себептен 63-те кірдім жерге. Ақылды болсаң жаратқанға қызмет қылғын, ақылды болсаң жарандарға қызмет қылғын, әмір мағруф қылғандарды ізет қылғын, нәхи мүнкәр қылғандарды құрмет қылғын. Сол себептен 63-те кірдім жерге. 8-імде 8 жақтан жол ашылды, хикмет айт деп бастарыма нұр шашылды, бихәмдилля пір мұғанмай ішірді. Сол себептен 63-те кірдім жерге. Пір мұған хақ Мұстафа шексіз білің, қайда барсаң мадақ айтып тағзым қылың, мадақ айтып Мұстафаға үмбет болың. Сол себептен 63-те кірдім жерге. 10 жасында ұлан болдың құл қожа Ахмет, қожалыққа қадам қойып қылмай тағат, қожамын деп жолда қалсаң неткен қасірет. Сол себептен 63-те кірдім жерге. Өзіңіз көріп отырғандай мына соңғы шумақта Есауи бабамыз қожамын деп, яғни осы дінді жаюшы ұстазбын, оның бір жағынан пайғамбардың ұрпағымын деп, жаңағыдай құр қалмай тоқтаусыз тағат қылып, ғибадат қылып, сол пайғамбарымыздың айтқан нәрселердің бәріне амал қылып, сол бір ышық нелердің себебінен жер астына кіріп, 63 жастан кейін жердің астында өткен.